Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бұл видеода сіздерге уақыт белдеуінің өзгерісінің пайдасы мен зияны туралы айтатын боламын. Ең алдымен арнаға тіркеліп алыңыздар. 2024 жылдың 1 наурызынан бастап Қазақстанның барлық өңірлерінде сағат бірдей уақытты көрсететін болады. Яғни сағатты кім және қалай ауыстыру керек? Көктемнің алғашқы күні Қазақстан тұтастай 5-ші уақыт белдеуіне көшеді. Қазіргі таңда қазақстандықтар 5-ші және 6-шы деген екі уақыт белдеуінде тұрып жатыр. Сол себепті де елдің басым бөлігінде географиялық уақытынан алда келеді. Енді Астана, Алматы, Шымкент, Ақмола, Жамбыл, Қарағанды, Қостанай, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Түркістан, Шығыс Қазақстан облыстарында және Абай, Жетісу, Ұлытау облыстарында 2024 жылғы 29 ақпаннан 1 наурызға қараған түні түнгі сағат 00-де жергілікті уақытты 1 сағат артқа қою керек. Дәл осы уақытта онлайн мемлекеттік қызметтер өз жұмысын уақытша тоқтатады. Яғни 1 наурызға қараған түні қазақстандықтар үшін бірқатар онлайн мемлекеттік қызмет қолжетімсіз болады. Яғни e-gov.kz порталы және оның e-нотариат секілді құрамдас бөліктері өз жұмысын уақытша тоқтатады. Сонымен қатар намаз уақыты да өзгереді. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы Қазақстанның бір уақыт белдеуіне көшуіне байланысты ресми сайтындағы намаз уақыты 1 наурыздан бастап жаңаратынын хабарлады. Яғни 29 ақпаннан 1 наурызға қараған түні сағат 00-де Қазақстан бойынша 5-ші уақыт белдеуіне ауысқан сәтте намаз уақыттары да автоматты түрде өзгереді. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының ресми Мүфтият KZ сайтында намаз кестесінен өзіңізге қажетті ауыл мен қаладағы намаз уақыттары жайлы мәліметтерді алуыңызға болады. Сонымен қатар мектептерде сабақ уақыты да өзгереді. Мектептерде бірінші ауысымдағы сабақтар кейінірек басталуы мүмкін. Бірыңғай уақыт белдеуін енгізуге байланысты білім министрлігі әкімдіктерге сабақтың басталу уақытын қайта қарауға мүмкіндік береді. Және де ұшақ кестесінде де өзгерістер болады. Әуе компанияларының ұшу кестесіне өзгерістер енгізіледі. Компаниялар көптеген рейстің уақытын реттегенімен кейбір жолаушыға ұшағының 1 сағат бұрын ұшатыны туралы ескертіледі. Олардың электрондық поштасы мен телефон номеріне SMS хабарламалар мен хаттар барады. Мұнымен қатар жолаушылар хабарландыруды күтпестен ұшақтың ұшатын уақытын өздері де тексере алады. Және де электр энергиясының тарифтері және желі жүктемесі. Ұлттық электр желісінің операторы Қазақстанда біртұтас уақыт белдеуіне көшу таңертең және кешке электр энергиясын тұтынудың шамалы өсуіне әкелетіндігін мәлімдеді. Дегенмен компания жиі жүктемені көтереді және электр қуатының үзілуіне байланысты тәуекелдер жоқ дейді. Яғни азаматтар тұтыну тарифтерінде бағаны өсірмей, сол қалпында төлей береді. Ал жеке кәсіпкерлікпен айналысатын жеке кәсіпкерлер үшін кассалық машиналарының уақытын өзгертуге тура келеді. Өзгерістер касса жүйелеріне де әсер етеді. Кейбір құрылғыларда уақытты қолмен өзгерту қажет болады, ал кейбірінде бұл автоматты түрде жүзеге асырылады. Кейбір кәсіпкерлер кассалық аппаратының баптауларын өзгертуге қажет болады. Және де байланыстағы кедергілердің де болуы мүмкін. Яғни бірыңғай уақыт белдеуіне көшу ұялы байланыс операторларының ай сайынғы тарифтерді қосарландыру және басқа да қызметтерді үзуіне әкелуі мүмкін. Дегенмен байланыс операторлары мұндай оқиғаларды болдырмау үшін шара қолданып жатқанын айтып сендірген. Ал пайдалы тұстарына тоқталар болсақ, әр өңірдің адамдары өзінің табиғи уақытымен жүріп тұрса, түрлі аурулардың даму ықтималдылығы төмендейді екен. Денсаулықты сақтау үшін күн уақытына мүмкіндігінше жақын тұрақты уақыт белдеулерін қолданған дұрыс екендігі ғылыми түрде зерттелген соң, ел билігі бірыңғай уақыт белдеуіне көшуді ұйғарған. Бұл тек адам денсаулығына ғана емес, қоғамдық саланың барлық түріне оңтайлы әсер етеді.
Яғни адам ағзасында 12 жұп энергия канал тәулік бойы биореттілік бойынша жұмыс істейді. Мысалы, күндізгі сағат 1 және түнгі сағат 1 өкпенің энергия шығынын толықтыратын мезгілі. Сол сияқты әрбір ағзаның энергия толықтыратын тұрақты уақыты бар. Адам денесіндегі 12 жұп энергия каналының биорежимді жұмысы жер шарының 24 сағаттық меридиандық сызық арқылы бөлінген 24 сағаттық белдеуімен өзгеріп отырады. Сондықтан да адамдар өзінің табиғи уақытымен жүруі өте маңызды екен. Сонымен қатар, өзгерген уақытқа бейімделіп алған соң балалардың өсіп жетілуі, жан-жақты дамуы, жалпы халықтың еңбекке белсенділігі артады екен. Қоғамдық денсаулық нығаяды, адамдардың өмір сүру жасы ұзарады екен. Жалпы қолданыстағы 6 сағаттық белдеуді көп айтылып жатқан аурулар, яғни биологиялық ырғақтардың сәйкес келмеуі, ұзақ уақытқа созылған шаршаудың, депрессияның, ұйқысыздықтың және өнімділіктің төмендеуінің себебі екен. Мұның бәрі иммунитеттің, жүйке жүйесінің, жүрек қан тамырлары мен қатерлі ісік және де басқа аурулардың дамуының қауіпті факторлары екендігін айқындаған. Жалпы халықаралық тәжірибеде әлемнің 170 елі бір уақыт белдеуін пайдаланады екен. Уақыт белдеуінің өзгеруінің әсері адамның жасына, жалпы физикалық және психикалық жай-күйіне байланысты бейімделуді қажет етеді. Қазақстанның басым бөлігі тәуліктік және күн ырғақтарына сәйкес келетін өзінің табиғи уақыт белдеуіне, яғни 5-ші уақыт белдеуіне ауысатындықтан, бұл өзгерістің бейімделу кезеңінен кейін адамдардың денсаулығы мен эмоционалдық психикалық жағдайына оң әсер ететіні анық. Бұл өзгеріске ең алдымен жас балалар мен сәбилердің ұйқы режимі сезімтал келуі мүмкін. Содан бұл олардың мінез-құлқы мен жалпы денсаулығына әсер етеді дейді мамандар. Ал жасы ұлғайған адамдардың, яғни қарттардың биологиялық ырғақтары өзгеруі мүмкін. Осы себепті егде жастағы адамдар жаңа уақыт белдеуіне бейімделуі кезінде қиындықтар туындауы мүмкін. Ұйқыға және жүйке жүйесіне байланысты созылмалы аурулары бар адамдар мен түнгі ауысымдағы жұмысшыларға бұл өзгеріске бейімделу қиындау болуы мүмкін. Сондықтан да уақыт өзгерген соң алғашқы күннен бастап ерте жатуды дағдыға айналдыру керек. Зиянды әдеттерден аулақ болып, дұрыс тамақтану, спортпен айналысып, салауатты өмір салтын қалыптастыру қажет. Уақытты тиімді пайдаланғанда ғана жан мен тән саулығын сақтай аламыз. Ақпарат пайдалы болды деген ойдамын. Өз пікірлеріңіз бен сұрақтарыңызды комментарийге қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын.